Жүсіпбек Исахметовті Іле ауданының жұртшылығы ақын ретінде ғана емес, ауылдың ертеңін, болашағын ойлайтын үлкен азамат ретінде жақсы біледі. Нәкең аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі ретінде аудан мәдениетін дамытуға лайықты үлесін қосып жүрген азамат. Торқалы той иесін Қазақстан мәдениет министрі Талғат Мамашев құттықтап, Торқалы той иесінің атына жүрек жазды сөздер айтты. Ақынға үлкен құрмет көрсетіліп, Іле ауданының халқы астына ат мінгізіп, үстіне шапан жапты. Бүгінгі тойға Жүсіпбектің бажасы белгілі актер, режиссер Асанәлі Әшім келіпті. Жүсіпбектің құрдасы белгілі ақын Тұманбай Молдағариевтің бүгінгі айтқан ақ тілегі ерекше еді. Ақ жүректен айтылған ақ тілекке не жетсін. Ал бүгін айтылған ақ тілек шексіз еді. Қазақстан телевизиясы және радиосы корпорациясының президенті Әшірбек Көпішев Жүсіпбектің үлкен азаматтылығы мен ақындығын тілге тиек етті. Ел құрметіне, халық құрметіне бөленгенге не жетсін.